1922 жылдары Қазақстанның 5 губерниясы аштыққа ұшырап, адам қазасы көбейе бастайды. Қарапайым халыққа жәрдем берудің бір жолы ретінде елден мал жинап, аш елге жеткізу қолға алынады. Осы кезде Жүсіпбек мал жинау ісі тапсырылған комиссияға басшылық етеді. Кейін аштарға жиналған малды үкімет орындарына түгел өткізген, оған жиналған малды түгел тапсырмады. Өздері ішіп жеді деген айып тағылып, жалақорлар сотқа шағым береді. Бұл Жүсіпбектің өміріндегі ең бір ауыр кезең еді. Ол Қазақ тілі газетінің 1923 жылғы 42 санында жауап атты үлкен мақала жазып, оқиғаның қалай болғанын баяндайды. Газет бетінде зарлаушы, мал жинаушының бірімен екенімді елде, үкіметте біледі. Семей губерниясына мал жиналды. Ол малды аш елге жеткізу оңай жұмыс болмады, себебі ит өлген жер, жолдағы Ақмола губерниясы қирай оба, арғы жерде банды, оның үстіне ашыққан ел барған кісіні жеп қояды деген лақап жайылды. Қауіп-қатерді, бейнетті, ауыр міндетті білсек те, бас тартуды лайық көрмедік. Алдымен баруға разылық білдіргеннің бірімен едім. Көп қиындықпен ай жарым жүріп, малды аш елге жеткіздік. Таратып бердік. Кімнің кім екенін бар болсақ, уақыт көрсетер. Жалғыз қынжылатын нәрсе, ауыр қызмет, ақ ниет, зая кеткен сықылды, еңбегің еш, тұзын сор деген мақалдың тап болуы дейді. Дау мұнымен де тынбай, 1923 жылы басталған пәле-жала, арандату әрекеті 1926 жылы Жүсіпбекті қамауға алдырып, сотқа тартады. Бірақ тергеу үстінде жабылған жаланың беті ашылып, сол сотта Жүсіпбектің өзін ақтап сөйлеген сөзі аңыз болып Семей жұртының аузында ұзақ уақыт бойы жүргенін жанындағы жолдастары кейін өз естеліктерінде жазды. Рас, Жүсіпбек ақталып шықты. Бірақ осы бір оқиғаның жүйкесін сергелдеңге салып, шығармашылыққа алаңсыз арнар уақытының біраз бөлігін алып кеткені анық. Ең сорақысы, күні бүгінгі дейін кей адамдар осы оқиғаны алға тартып, Жүсіпбекті қаралағысы келіп тұратыны қандай өкінішті.